Бүгін біз жапон халқының аузынан шыққан дана сөздерін және тәрбиелік маңызы бар нақыл сөздерін ұсынамыз. Жапон халқының даналығы олардың нақыл сөздері мен мақал-мәтелдерінен байқалады. Жапон мәдениеті әлемдегі ең бай мәдениеттердің бірі. Ол өзіндік тереңдігімен және ерекшелігімен дараланады. Олай болса, көп сөзбай бастайық. Бірақ алдымен, қадірменді тыңдарман, біздің каналымызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Дайын болсаңыз, кеттік. Жақсы саудагер бар тауарын бірден көрсетпейді. Білгіш сөйлемейді, сөйлегіш білмейді. Жаман әйел жолықса, 60 жыл егінің шықпас. Алыстаған сайын адам ұмытыла бастайды. Ер мен әйел ұрысына есі кеткен араласады. Тағдыр мен көлеңкеміз өмір бақи жанымыздан бір еліде қалмайды. Тозақ та, жұмақ та адамның өз жүрегінде. Қайғы кішігірім себептерден пайда болады. Еңбек еткеннің ешкімге күні қарамайды. Үйде батыр, сыртта қорқақ. Атасы еккен ағашты ұрпағы саялар. Құс екеш құстың өзі ұясын тәрк етерде оны бұлғап кетуден аулақ болады. Неғұрлым қатты жасырған сайын, соғұрлым сырың мәлім болады. Тойға дайындалу тойдың өзінен де қызықты. Адамдар қартайғанда қайтадан балаға айналады. Біреуді жаман демес бұрын, оны 7 рет сынап көр. Қартаю қиын емес, ес жию, кемелдену қиын. Сылтау мен желімді кез келген жерге жабыстыруға болады. Мақсатсыз оқ атудың өзі қате. Өлімнен басқа барлық нәрседен құтылуға болады. Жамандық істесең, өмірің қорқынышпен өтер. Бізге кімнің қанша қарыз екенін ешқашан ұмытпаймыз. Ал өзіміз қанша адамға қарыздармыз, оны білмейміз де. Баланы шолжаңдату, оны тастап кеткенмен тең. Үйдегі ұрыс керіс, бірін-бірі сыйламау адамды кедейлікке соқтырады. Өмірде барлық нәрсенің соңы бар. Көзсіз берілу, сөзсіз сатқындыққа апарады. Ауқатқа деген тәуелділік, махаббатқа деген тәуелділіктен де артық. Атты жүрісінен, адамды сөзінен танисың. Ашу дұшпаның. Адам тонағанды түрмеге тығар, ел тонағанды таққа отырғызар. Әйел қаласа, жартасты жар бөте алады. Әйелге 7 бала туып берсе де, жүрегіңді ашпа. Теңіздің ұлылығы майда көлдерді бауырына басқандығында. Ісі көпті ауру алмас. Шөлден қатты қиналсаң да, өзгенің суын жасырын ішпе. Ақша үшін кепілдік берсең де, адам үшін кепілдік берме. Суық шай мен мұздай күрішке шыдаса болады, бірақ суық көз қарасқа шыдау мүмкін емес. Әдет мінезге айналады. Жаңбыр тоқтағанда қолшатырдың пайдасы ұмытылар.
тек бір жақты тыңдап шешім шығарма. Кейде бір қап алтыннан гөрі бақытты өткен бір сәтің артық екенін түсінесің. Шектен тыс қарапайымдылық, мақтаншақтық, өркөкіректік артында жасырылған. Удың да пайдасы бар. Көп жүгірген бір құлар, көп күлген бір жылар. Кейде жапырақ суға батып кетіп, тас судың бетінде қалқып жүреді. Балшықта өскен бақа теңіз бар деп ойламас. Ата-анаңның махаббатын түсінгің келсе, алдымен өз балаларыңды өсір. Лотос гүлі лас жерде өссе де, таза қалпын жоғалтпайды. Төсекте жатып ешкім жаңылмайды. Күлкісі жарқын үйге бақ қонады. Бай болсаң, досың да артар. Қиындыққа тап болсаң, туғаныңның өзі сенен қашар. Кім биікке көтеріліп, алда болғысы келсе, өзіне баспалдақ жасап алсын. Жеңіске жеткің келсе, қарсыласыңнан жарты сағатқа артық шыда. Өтірік дос шын дұшпаннан да қауіпті. Ағаштың қисық өсіп келе жатқанын байқасаң, оны кешіктірмей шыбық кезінде дүзе. Жасырын жасалған жақсылық міндетті түрде бағаланып, өзіңізге 2 есе жақсылық болып оралады. Қалам қылыштан да өткір. Үнсіздік ең тамаша гүл. Қолыңнан келгеннің бәрін жаса, қалғанын тағдырға тапсыр. Міне, осымен біздің топтамамыз аяғына жетті. Видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Даналық сөздер арнамызға тіркеліп, ана тілінде шығып жатқан видеоларды қолдайық. Сонымен келесі кездескенше қош сау болыңыздар.